Күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сіздермен бүгін жұмсақ болып дайындалатын сосиска в тесте рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз құрғақ ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне тұзымызды, қантымызды салып, сұйық майымызды құйып, сәл араластырып аламыз. Одан кейін дрожжымызды салып, тағы да араластырамыз. Оның үстінен електен өткізілген ұнымызды саламыз. Енді қолымыздың көмегімен әдемілеп қамыр жасаймыз. Мына дайын болған қамырды 1 сағатқа жылы жерге ашытуға қойып қоямыз. Мына біздің қамырымыз дайын болды. Қолымызға кішкентай сұйық майды тамызып, қамырымызды столымыздың үстіне қойып, домалақ қылып, оқтаудың көмегімен жаямыз. Қалың қып жаюдың қажеті жоқ, сәл жұқалап жаямыз. Осылай ұзын-ұзын қып, жіңішке қып кесіп аламыз да. Сосискаларымызды тура видеодағыдай етіп ораймыз. Екі жаны шығып кетпеу керек, қатты басып қойыңыздар. Және тағы бір рет көрсетейін. Тура осылай видеодағыдай орасаңыздар болады. Мына біз бәрін орап, дайындап қойдық. Енді үстіне жұмыртқа жағып, 180 градуста қызып тұрған пешке саламыз. 20 минут пісіріп аламыз. Мына біздің сосискаларымыз дайын болды. Жұмсақ болып шығады. Сіздермен болған қара көз астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.